Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте ерекше пиццаның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып, үстінен жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстіне қантымызды, тұзымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Үстінен ашытқымызды және сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Құрамына қажет заттардың барлығын төменгі описание бөліміне қалдыратын боламын. Одан соң жаңағы жұмыртқалы массамызға үстінен аз-аздан ұнымызды салып отырып, қамыр илейтін боламыз. Үстінен кішкене сұйық май құйып, бір ас қасықтай, тағы да қамырымызды жақсылап 1-2 минут илеп аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз ашып шықты. Осындай үлпілдек әдемі болып. Көтерілген қамырды мен 14 бөлікке бөліп дайындап алдым. Алдын ала содан соң балды сиропымызды дайындайтын боламыз. Және бір ыдысымызға күнжет салып дайындап қойыңыздар. Ал енді жаңағы дайындап алған қамырымызды сиропымызға батырып, одан соң күнжетімізге аунататын боламыз. Барлығын тура солай видеодағыдай жасап алатын боламыз. Қазақ тіліндегі фудблогтың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Дәл видеодағыдай осылай стақанымыздың көмегімен ортасын ойып аламыз. Қазір ол жерге біз салмасын салатын боламыз. Енді бетін жауып 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Неге әдемі болып көтеріліп шықты. Енді алдын ала турап дайындап қойған салмаларымызды ішіне салып орналастыратын боламыз. Менде салмасына шұжық пен қызанақ болды. Өз қалауларыңыз бойынша сала берсеңіздер болады. Қызып тұрған пешімізге 15 минутқа салып аламыз. Мінекей 15 минуттан соң үстіне сырымызды салып, 1-2 минутқа салып алатын боламыз. Сырымыз ерігенше ғана. Пиццамыз өте дәмді, ерекше болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыздар.